Ашуланып оған бір нәрсе айтып кетуге де хақың жоқ. Өйткені Алла Тағала сол жерде айтады бізге: "Валау шаа раббука", егер Раббың қаласа, ей Мұхаммед, "Ла амана ман фил арди куллухум жамиан", жердің бетіндегілердің күллісі, барлығы иман келтіріп кететін еді дейді. Көрдіңіз ба? "Афа анта тукриху ан-наса хатта якуну муъминин", сені біз мәжбүрлеу үшін жіберіп едік дейді. Қараңыздаршы. Олар мұъмин болғанға дейін мәжбүрлеу үшін жіберіп едік сені. Жоқ. Сен біл Алла Тағаланың заңдылығын. Сенікі жеткізу, жек көруге хақың жоқ. Ашуланып, тастап, болды, мынадан ештеңе шықпайды дегендей мәселе. Неге түсінбейді бұлар намазды деген сөздердің өздеріне? Үлкен сабақ жатыр бұл жерде. Өйткені бұл жерде күнә емес жасалған. Түсіндіңіз ба? Бұл жерде жаңағындай нәрсе жасалып кетіп жатыр. Алланың сөзін, ісін аяғына дейін сол қауымның алдындағы аманат аяғына дейін атқарылмай қалды. Юнус алейхиссалам балықтың ішінде дұға жасап, жалбарынып жатыр. Сол дұғасы жаңағы "Ла илаха илля анта субханака инни кунту миназ золимин", сенен басқа тәңір жоқ, сен пәксің кемшілік сипаттардан Раббым, расында мен өзіме қиянат жасағандардан болдым, зиян жасағандардан болдым деген дұға көтерілді дейді. Көтеріліп барып Аллах Тағаланың аршысына айналды дейді. Қараңыздар қандай нәрсе. Раббымыз жағдайы жақсы болған кезінде, яғни балықтың ішінде болмаған кезінде, сенен құлшылығымен амалы үзілмеген еді ғой. Мынандай қиындықта тастап қойыла ма енді деп айтады екен. Әрине тастап қоймаймын. Мен балыққа бұйрықты бердім деген екен ата. Міне, осы жағдай балықтың ішінде болып жатқан кезде, мына жақ қараңыз енді ауылда не болып жатыр? Юнустың ауылында. Юнус алейхиссалам кетіп қалғаннан кейін бүкіл халық қорқады. Бір түрлі өзгеріс басталады ауа райында. Қорыққанда енді бір адам қалмаған екен, қорықпаған. Қараңыздар қандай мәселе. Бір адам қалмаған. Шалдар, әжелер, ерлер, әйелдер, сәбилер бүкілі қорыққан. Содан қорыққаннан Алла Тағала түгелдің жүрегіне тәубаны жіберген дейді. Юнусты тыңдамағанымыз деген. Я Раббымыз, жіберген елшіңді біз тыңдамадық, бізді кешір Раббымыз деген бүкіл қала жаңағы, өзіңіз ойлаңыз да. Найнава деген қаладағы бүкіл тұрғын жылап жатыр. Сосын барлығы міскіннің киімін киіп алды дейді. Міскін, дүние, не керек бізге? Деген мәселеде қараңыз. Олар енді, мына жақта жаңағы біз пайғамбарымызды ренжіттік деген нәрсе де болып жатыр оларда. Түсіндіңіз ба? Жаңағы тәубаларына келіп жылап, тіпті мынандай жағдайға дейін келген екен, түйелерін алып келеді. Түйе, жаңа туған түйемен ботаны айырып тастайды. Аналарды басқа жаққа, аналарды басқа жаққа. Сиырлар мен бұзауларды. Жаңағы түйемен боталарын, ешкімен жаңа төл, былай қарай. Неге? Алардан маңырайды екен да. Жаңа ана хабарға қарасаңыз, тәпсірде өте қиын. Жаңағы түйелер маңырап жатыр дейді. Жаңа айқайлап жатыр. Сиыр мөңіреп жатыр. Түгел мал, адам, бүкіл дала осындай күйге кіріп кетті дейді. Түгелі жылап жатқан, түгелі жаңа Раббымыз деп жатқан кезде, сонда жаңа Алла Тағала Құранда айтады. Мағынасы